машиналармен, танктермен және атом бомбаларымен екінші дүниежүзілік соғыс қорқынышты болды. Бірақ бір сарбаз майданның алдыңғы шебінде қарусыз қызмет етті және соғысқа бір ғана мақсатпен кірді: өмірді алу емес, құтқару. Бұл сарбаз Десмонд Дос жүздеген сарбазды құтқарып, гранаталарды лақтырып, құрмет медалін алып, ақыры соғысты қарусыз өткен әскери адам ретінде тарихқа енген америкалық батыр. Екінші дүниежүзілік соғыс 70 миллионнан 85 миллионға дейін адамның өмірін қиған ең қатыгез қақтығыс болды. Бірақ Десмонд Дос қарусыз соғысқандықтан бұл санды көбейтуге тырыспаған санаулы сарбаздардың бірі болды. Осыған қарамастан, ол Американың ұлы батырларының қатарына кіреді. Оның Жапониядағы майда белдеуінде жасаған ғажайыбы әскери тарихтағы ең керемет оқиғалардың бірі деп аталады. Бірақ алдымен оның неліктен қару ұстаудан бас тартқанын түсінуіміз керек. Ол үшін біз оның туған жері Вирджиниядағы Линчбергке ораламыз. Онда ол 1919 жылы 7 шілдеде 7 күн адвентистер отбасында дүниеге келген. Бұл темекі мен алкогольге тыйым салу, пацифизм ұстанымы және жексенбі емес, сенбі күні сақталатын апталық демалыс күні, шаббат сияқты ережелері бар шағын конфессия. Адвентистер Мәсіхтің екінші рет келуі сөзсіз деп сенімді және біз Мәсіх жерге қайта оралып, барлық әділдерді көкке алып кететін дүниенің ақырына жақындап келеміз. Бұл ең танымал конфессия емес және Десмонд Дос туылған кезде әлемде тек 170 мың ғана адвентист болды. Діни тәрбие оған қатты әсер етті. Бала кезінде ол тізесін тасқа тырнап алып, қан жұққан кезде дәрігер аяғын кесу керек деп ойлады. Бірақ Десмондтың анасы Берта қатты ыстық сүлгіні басып қойып дұға етті. Таңқаларлықтай Десмонд операциясы жазылып кетті. Ол өзін дұға құтқарды деп санап, бұл оның Құдайға деген берік сенімін нығайтты. Отбасында оны өсиет бейнеленген плакат сақталып тұратын. Ал Десмондтың сүйікті өсиеті: кісі өлтірме. Ол біреудің тірі жанға зиян тигізу мүмкін екенін ойлап таңырқап жүретін және кішкентайынан пацифизмге сенді. Ол тіпті жасөспірім кезінде вегетариандыққа көшкен болатын және вегетариандық бургерлер жоқ кезде бұл оңай болмағанда еді. Бірде әкесі ағасымен сөзге келіп, оны тапаншамен қорқытқан болатын. Полиция шақырылды және әкесі тапаншаны Десмондқа беріп жасыруды бұйырды. Бала өтінішін орындады. Әкесі тұтқындалды. Десмонд полиция араласпаса, әкесі өз бауырының өмірін қияр еді деп сенімді болды және қаруға қол тигізбеуге ант берді де кетті. Жалпы алғанда Десмонд зорлық-зомбылыққа қарсы болып өсті. Алайда 1937 жылы 18-ге толғанда ол басқалар сияқты әскерге жазылды да келді. Себебі 1917 жылы ақш бірінші дүниежүзілік соғысқа кірген кезде үкімет іріктеу қызметі туралы заң қабылдаған болатын ғой. Ол әрбір американдықты 18-ге толғаннан бастап әскери қызметке тіркелуге міндеттеген болатын. Америкаға шақыру жүргізу керек болса, биліктер шақыру жасау үшін барлық адамдардың дерек қоры болуы керек болатын ғой. Әскери есеп жойылмаған болатын. 1937 жылы Достың кезегі келген болатын ғой. Бірақ ол қару қолданбаймын немесе адамдарға зиян тигізбеймін деп уәде бергендіктен араждан немесе діни наным бойынша соғысудан бас тартатын адам араждан бойынша бас тартушы ретінде тіркелген болатын ғой. Кейбір бас тартушылар әскерде мүлдем қызмет еткісі келмейді. Бұл заңсыз және түрмеге қамалудан қорықпайды. Бірақ Дос сияқты басқалары зорлық-зомбылыққа қарсы болса да елге бейбіт жолмен қызмет етуге дайын болады. ақш-та бұл әдетте құрметтеледі және оларға тылда, ауыл шаруашылығында, орман шаруашылығында, өндірісте азаматтық қызметтер берілген болатын ғой. Бірақ күте тұрыңыз, Десмонд тынық мұхиты майданында алдыңғы шепте қызмет еткен ғой. Иә, ол араждан бойынша бас тартушы болса да басқа сарбаздар сияқты шайқастарға қатысты ғой. Міне сондықтан сіздердің барлығыңыз Десмонд сияқты
бейбітшіл болмадыңдар. Ал 1939 жылдың қыркүйегінде Германия Польшаны басып кіреді, сөйтіп екінші дүниежүзілік соғыс басталады. Одақтастар мен Оси державалары бір-біріне соғыс жариялап қойды. Штаттар бастапта сырттай қарауда тұра береді. Бірақ 1940 жылы олар қосылу керек боларын түсініп әскери есепте тұрған ер адамдарды дайындыққа жинап бастайды. Бұл ақылға қонымды шешім. 1941 жылы 7 желтоқсан күні Жапон авиациясы Перл-Харборға шабуыл жасап, ақшта 2400-дей адам қайтыс болады. Сөйтіп, Америка соғысқа кіреді. Осы кезде Десмонд Вирджинияда, Ньюпорт Ньюстегі кеме жасау зауыттарында ағаш ұстасы болып жұмыс істеуде. Ол әскери кемелердегі едендерді, төбелер мен түрлі жиһаздарын жасап орнатады. Перл-Харбордан кейін ақш әскерге шақыруын арттыра түседі. Бірақ кеме жасау соғысқа дайындық бөлігінің маңызды бөлігі болғандықтан дос үйінде қалып, ағаш ұстасы болып жұмысын жалғастыра ала береді. Алайда ол Оси державаларының істерін көре түсе қуалана түседі. Аруждан бойынша бас тартушы болса да, елге алдыңғы шепте көмектескісі келеді және бейбітшілік пен бостандық үшін өз ер